Мұның кейінінде Иисус Тивериад талайдың жағасында бойының үйреншіктеріне баса көрінді. Көрінгені мындай болған. Симон Петр, Игис дейтін Фома, Галилейдегі Канадан Нафанаил, Зеведейдің ұлдарыла Иисустың үйреншіктерінің екізі баса қожа болғандар. Мен балықта парадырым. Деп Симон Петр оларға айтты. Артқандары, Біз де сенелі қожа барарыз. деділер. Барып кемеге отырдылар. Те ол түнде неме тұтпадылар. Таң адып келерде Иисус жарата тұрған. Те үйреншіктер оны Иисус деп таныбадылар. Балдар, сілерде жиыр неме бар ба? Деп Иисус олардан сұрады. Олар, Жоқ, деділер. Шүйінігерді кеменің оң янына таштағар, балық тұдылар. Деп ол айтты. Олар шүйінін таштайла, балықтың көбіне онысын шығарып болбодылар. бұл қайрахан. Деп Иисустың қарузыған үйреншігі Петрға айтты. Бұл қайрахан деп ұғала, Симон Петр киімін құрчанып, ол жылаңаш болған, талайға қалып еді. Өске үйреншіктердесе балықты шүйінін тартқанша кемелі жүзіп келділер. Жаратқа жеттіре ұрақ жоқ, 200 қол қарызы кіре болған. Олар жаратқа шығып келелі, от одырып қойғанын, оның үстінде жатқан балықты, оның қалашты көрділер. Жаңы тұтқан балығардан екелігер. Деп Иисус оларға айтты. Симон Петр кемеге кіріп, 153 жан балықты шүйінін яратқа шығарды. Анды көп балықтан шүйін тертілбады. Келіп ажанығар. Деп Иисус айтты. Үйреншіктер оны қайрахан деп таныйла, сен кем деп сұрарға бірізі де тедінбеді. Иисус базып келіп, қалаш алып оларға берді, балықты база. Мұнайып тірілелі, Иисус үйреншіктеріне 3-ші қатап көрінген. Олар ажанып отырарда, Иисус Симон Петрға айтты. Иона ұлы Симон, сен мені олардан артық сүйіп жадың ба? Ейе қайрахан, сеге қарызып тұрғанымды білерің. Деп Петр қару жандырды. Құрандарымды қабыр. Деп Иисус оға айтты. Оның 2-ші қатап сұрады. Иона ұлы Симон, сен мені сүйіп жадың ба? Ейе қайрахан, сеге қарызып тұрғанымды білерің. Деп Петр қару жандырды. Иисус оға айтты. Қойларымды қабыр. Иисус оның 3-ші қатап сұрады. Иона ұлы Симон, сен меге қарызып жадың ба? Оғы қарызып тұрған ба деп, ол 3-ші қатап сұраған үшін Петрға ачу бола берді. Қайрахан, сен оншасын білерің. Деп ол Иисусқа айтты. Сеге қарызып тұрғанымды білерің. Иисус оға айтты. Қойларымды қабыр. Чынын айдадым сеге. Жаш боларыңда, бойын құрчанып алып, қайдар барайын дезең, анар баратан едің. Те қарыр чағыңда, қолыңды өрі көдіріп, өскі күжіге құрчадарың. Барбайын деген жерге дедіндіріп барарың. Қанды өлімлі Петр Құдайды мақтадарын білдіртіп, Иисус мұнайып айтқаны бұ. Мұнайды айдала оғы, Менің кейінімнен бар. деді. Петр қайра баштанып, кейінінің Иисустың қарусыған үйреншігі келіп жатқанын көрді. Бұл үйреншік еңірді ажанып отырғыларда, Иисусқа еңчейіп, «Қайрахан, сені кем садып иер» деп сұраған болған. Оны көрілі Петр Иисусқа айтты. Қайрахан, онлы не болыр? Мен келгенше мол жүрсін дезем, онда сенің не керегің бар? Деп Иисус қару жандырды. Сен менелі қожа бар. Анайып ол үйреншік өлбес деп қарындаштар ортада сөз жүрген. Же Иисус оны өлбес деген емес. Мен келгенчем ол жүрсін дезем, онда сенің не керегің бар деген. Ол үйренчік ончозын керелеп пичіп қойғаны бұ.
оның керелігені чын деп біліп тұрыбыз. Иисустың мұнан башқа еткені көп. Де оны ончозын бичигежин, бичиген дүрбектерді телекей бойына бадырып болбос еді деп сананып тұру. Аминь.